Önümde bölü kelişim деген не ол? Ол önümde bölü келісімінде мына инвестиция саламызда келген елдік, жаңа инвестордың пайдасына шешіледі ол. Мына мемлекеттік пайдасына шешілмейді. Өйткені жаңағы мемлекет келген инвестордың жаңағы жаққан бензиніне дейін, қаққан шегесіне дейін шығындарын шығарып береді. Сонда біздің жалпы мемлекеттің өзіне ешнәрсе қалмайды. Бұны дамыған мемлекеттер ешқашан жасамайды бұны. Бұны үшінші мемлекеттер, сол енді деп жатқан мемлекеттер жасайды. Бізде 90-шы жылдары осылай жасалды, өнімді бөлу келісімдер. Оның зардабын біз әлі тартып келе жатырмыз. Өйткені жаңа өзің айтқандай баспасөздің бәрінде жүр. Мысалы Қашағаннан бізге тиетін 2% дейді. Ал Қашаған деген қандай мұнай? Ол Қазақстанның бүкіл 20%, яғни 5/1 мұнай мұхиты. Біз мұнай мұхитынан тамшы ғана алғанға мәз болып отырмыз қазір. Ал енді біз 5 рет депутат сауал жасадық. Осы өнімді бөлу келісімшарттарын ашу туралы. Оны бізге үкімет үш жөнінде де үкімет бізге қарсы болды, ашуға болмайды, жариялауға болмайды деген. Неге жариялауға болмайды? Қазіргі жаңа конституция бойынша білесіздер, конституцияның 6-шы бабында жер қойнауындағы барлық жаңағы ресурстар ол халықтың меншігі. Енді халық өзінің меншігін шетелдіктер қалай пайдаланып жатқанын білуге хақысы жоқ па? Оның үстіне ол мұнай деген біздің күре тамырымыз. Біз қанымызды кімдер сорып жатқанын білуге хақымыз жоқ па мысалы. Осы мәселені біз қайта көтердік. Олардың үкіметтің кейбір жауаптары ол жаңағы өнімді бөлу келісімі қазіргі кейінгі кодекс бойынша болмайды. Я кейінгі кодекс бойынша болмайды. Бірақ біздің сол кезде келісім шарттарымыз қай уақытқа дейін созылған? 41-ші жылға шейін. Яғни тағы да 15 жылдан жуық біз соның жаңағы өз үлесімізді халық өзінің байлығынан тамшыға ғана мәз болып отыра беру керек секілді. Бұл туралы президент Тоқаевтың өзі айтты. 2022 жылы кәсіпкерлермен кездесу жасында ол кезде қиын жағдайда болған бұл келісім шарттарды біз қазір қайта қарап жөуіміз керек дейді. Ол үшін екі жақты келісім керек. Ол жақтың да келісім керек, бұл жақтың да. Оған олар келіскісі келмейді. Бұл енді сондықтан мерзім біту уақытын күтіп отырған секілді. Бірақ біздің жақында білесіздер, сол жаңағы нелерге мұнай кен орындары біздің немізді алып отқан, кеніштерімізді алып пайдаланып отқан 5 миллиард теңге айвақы салды біздің Қазақстан. Соның өзін төлемей отыр. Оның өзі бір жылдың өзінде қарасаңыз қазір сол 5 миллиард теңге айвақы 1 миллиард теңгесін құнсыздануы, долларға байланысты құнсыздануына байланысты жойылып кетті. Бұл жерде мәселе неге олай жойылып кетті? 1 миллиардтан не үшін айырылдық біз? Себебі бұл жерде бізде теңгемен шарт, ал олар доллармен пайдаланады.